Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне соңғы кездерде естіп жатсыздар, қазақтың саяси сахнасында асығыс бір сасқалақтаған жағдай. Аяқ астынан конституцияны өзгертпекші болып, аяқ астынан бір конституциялық кеңес пайда болып, оған 100 бәленбай адам қатысып, апыл-ғұпыл отырыс өткізіп, конституцияның астан-кестеңін шығарып өзгертіп, жаңағы 70-80 бапқа өзгертіп, өз 100-ден астам ғана бап бар, соның баптың 80%-ына өзгерту енгізіп, оның ішінде 32-ші бап деген жаңа халықтың өзінің наразылығы болса, бейбіт ереуілдерге шығуға кепілдік беретін 32-ші баптың өзгертулерге енгізіп, оны жойып, жаңа халықтың өзінің адами құқығын сақтау үшін конституцияны барынша өздеріне ыңғайына жығып жатыр. Бұл не деген сасқалағандық, не деген сасқалақтағандық, соны қалай түсінесіздер? Құрметті қазақ елі, енді бұл диктатураға апара жатқан үлкен оқыс шешімдер. Енді Северный Корея деп естіп жатырмыз ғой. Путин мысалға қазір бір плакат алып шығып, мир деген сөз алып жазсаң, сені жаңағы соттап жібереді. Сонда Путинге бір ауыз қарсылығын білдіре алмайтын диктатурада өмір сүріп жатқан орыс мемлекеті. Енді біз егерде 32-ші бапты өзгертіп, жаңағы өзі ешқашан халық өзінің наразылығын айтуға, бұл мемлекетте, қазақ мемлекетінде ешқашан митингке рұқсат ала алмайсың. Себебі Тоқаевтың өзі айтқаны бар. Енді біз митингілерді ескерту арқылы ғана нетеміз, оған рұқсат керек жоқ деп айтып алды да, бірақ сөзінен өзгеріп, басқаша қазір қимыл қозғалыс жасап жатыр. Осы Тоқаев 7 жыл президенттік барысында 19 жылдан бері қарай 2-3 рет уәде берген болатын. Мен конституцияға ешқандай өзгеріс енгізбеймін. Міне, о Аллах деп сондай уәде берген болатын, бірақ уәдесінде тұрмай, өздеріңіз білесіздер, өткен референдумда я жоқ деген жауаппен 50-ден астам конституцияға өзгерістер енгізді. Енді мына жаңа конституцияда 70-ден астам өзгерістер енгізіліп жатыр. Осының барлығы шын партияның болмағандығы, Ал Қазақстан партияны тіркемей, осындай шын бәсекелестік болмағандықтан себебі. Сондықтан да Ал Қазақстан партиясына тіркеліңіздер. Алға Қазақстан, бізде жеңіс.